Сәлем достар, қалайсыздар? Оқырмандар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша ең көп маған келетін сұрақтардың бірі пролактин гормоны туралы. Жалпы бізде бұл пролактин гормоны біздің миымыздың ішінде маленькая железа бар, яғни гипофиз, содан бөлінеді. Бізде білесіздер, жүктілік кезінде және после родов емізіп жүрген кезде бізде пролактин гормоны көп болады және физиологиялық тұрғыдан қай кезде көп болуы мүмкін. Егер сіз баняға, саунаға барсаңыз, одан кейін жыныстық қатынастан кейін немесе спорт залға барғаннан кейін, физикалық жүктеме болғаннан кейін физиологиялық түрде пролактиннің мөлшері көбеюі мүмкін. Ал қалған жағдайлардың барлығында патология болып саналады. Бізде негізі пролактин гормонының нормасын реттеп отыратын эстроген және дофамин. Басқа да гормондар реттеп отырады. Щитовидкалар, мысалы щитовидка, қалқанша безінің гормондары. Бірақ олар қосымша, негізі осы дофамин және эстроген. То есть дофамин оны азайтып отырады, ал эстроген наоборот синтезировать етіп отырады. То есть екеуін бір қалыпты деңгейде ұстап отыратын осы екеуі. Одан кейін бізде белгілі бір себептерге байланысты қанда пролактин гормоны көбейіп кетуі мүмкін. Ол процесс гиперпролактинемия деп аталады. Ол гиперпролактинемияның негізгі симптомдары қандай? Бірінші, у вас нерегулярный цикл, то есть сіздің менструацияңыз нерегулярный емес, яғни 35 күннен жоғары немесе 21 күннен аз келеді. Овуляцияңыз жоқ, анавуляция болуы мүмкін немесе нерегулярный овуляция. Сонымен қатар бесплодие болуы мүмкін, яғни бесплодие, сонымен қатар заболевание щитовидной железы, қалқанша безінің аурулары болуы мүмкін, тиреотоксикоз, одан кейін гипотереоз, сонымен қатар сүт бездеріндегі ауру сезімі, сүт бездерінен жүкті емес кезде, емізіп жүрмеген кездерде сүттердің бөлінуі, либидоның төмендеуі, осының бәрі негізгі симптомдар болып табылады. Жалпы пролактин гормонын біз қай кезде тапсырамыз? Едеккір циклының 3-ші күннен бастап 8-ші күніне дейінгі аралықты желательно аш қарынға тапсырғандарыңыз дұрыс. Яғни сіздер бірақ дайындалып барып тапсырғандарыңыз дұрыс, өйткені 24 сағатқа дейін қанды тапсырмас бұрын физикалық шектеуді, физикалық жүктемені шектейсіздер, половой контактты шектейсіздер, баняға, саунаға бармайсыздар, стресс күйзеліс болмайды. Осының нәтижесі пролактин гормонының ложно положительный, то есть ложный көбеюіне алып келуі мүмкін. Сіз неправильно тапсыратын болсаңыз, сол үшін дұрыстап тапсырыңыздар. Нормасы 530 единиц на литр. Пролактин гормонының нормасы 530 нанограмм на литр. То есть нанограмм на литр, да. Одан кейін 24 нанограмм на миллилитр. Содан көп болмау керек, желательно дұрыстап тапсыруларыңыз керек. Одан кейін пролактин гормоны қай кезде көп болуы мүмкін? Тағы да белгілі бір себептері қалқанша безінің гормондарының көп болу есебінен, немесе эстроген препараттарын қабылдау есебінен, немесе противосудорожные, гипотензивные, антидепрессанттар соларды қабылдап жүрсеңіздер, содан да болуы мүмкін. Яғни гипофиздің опухольдары кезінде болуы мүмкін. СПКЯ, синдром поликистозных яичников, сол кездерде болуы мүмкін. Сіздер желательно тапсырғандарыңыз дұрыс. Одан кейін егер де пролактиннің нормасы сәл ғана көбейсе, оны желательно повторно тапсырып көру керек, чтобы ложный болмасы үшін. Және егер де вдруг прям 2-3 есе көбейіп жатқан кезде пролактин гормон, сол кезде сіздер макропролактинге тапсыруларыңыз керек. Бірақ если вдруг, даже если макропролактин высокий болғанның өзінде де сізде цикл у вас регулярный, если овуляцияңыз болып жүрсе, ешқандай болезненность молочных желез, выделение сосков, мұндай ешнәрсе жоқ болса, сізге лечение алудың қажеті жоқ, негізі біз санды емдемейміз пролактин гормоны, біз симптомдарды емдейміз да. Ал егер сіз жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, егер у вас нерегулярный цикл болатын болса, овуляция болмай жүрген болса, стоит сдать кровь на пролактин, то есть пролактин гормоны и щитовидканың гормондарына тапсырғандарыңыз дұрыс.
егер де сіздер гипофиз, МРТ гипофиза қай кезде түсіреміз еще? МРТ гипофиза, если пролактиннің нормасы 2000 единиц на литрден көп болса, немесе 94 нанограмм на миллилитр, 2 единица, то есть 2 нормада, солардың біреуінен көп болатын болса, онда сол кезде ғана МРТ головного мозга түсіруге болады. Бұл кезде лечениесі препараттары агониста дофамина, в основном бромокрептин, кабергалин препараттары қолданылады, бірақ оларды строго дәрігердің назначениесі бойынша қабылдайсыздар. Өйткені бұл дәрілердің өте көптеген побочный эффекттері бар. Оны дәрігермен ақылдасасыздар, қыздар. Осы, если менің постым пайдалы болса, мені лайкпен қуантып кетуді ұмытпаңыздар.